Қайырлы таң достар, мен сіздерге сәтті күн тілеймін. Қалайсыздар, қайырлы таң. Эфирға келіп, маған жаңа кеш жасап қойды. Мен шашымды жасайды. Кешіп отыр. Бүгін бұйырса 19:30-да Ханзада алыптың финалы болады. Кім жеңеді бүгін білетін боламыз. Қараңыздар. Және де менің атымнан бір сыйлық болады Ханзадаға. Өзіммен алып келді. Бірсе беретін боламын. Ана жақтағы мотолардың парковкасын көрдіңіздер ғой, а? Ана жаққа машина тұру мүмкін емес. Машиналар мына жақта тұрады. Лифтпен көтеріледі мына жаққа. Үлкен торговый центр. Ал біз базарға бара жатырмыз. Базар ар жағында. Гуанчжоуда базарлар көп, торговый центрлар өте көп. Арзан товар табу кішкене қиындау. Сосын сіздерге тиімді товарлар іздейміз күнде. Күнде ізденістеміз. Иісі приятный екен. Маған қазір полка бердім, подгузніктер келді да. Мен бұны бірінші рет қолданайын деп жатыр. Представляете, бұның оказывается ерекшелігі мына подгузниктерден, мен сенің бір минут күте тұр, мен түсіндірейін. Мына подгузниктерден не бар ғой, чайдың иісі. Вот осындай тәтті чайдың иісі шығады. Вот мынандай. Бұлар тоже японский технологиямен жасалған екен. Бізде Амир трусики киеді. Анау жүргенде бүйтіп жатқызып қойып, киге алмайсың, поэтому трусики киеміз. И мынау офигенно, смотрите, такой легкий материал, дышащий. Яқтан ауа кіреді, и өткізбейді. Ішінде тоже слой бар. Мына болғаннан кейін, мына креммен бүйтіп фукет жабыстырып қоясыздар, чтобы мусорға салғанға ыңғайлы болу үшін. Екіншісі Хақназарға. Бұларда новорожденныйдікі бар, бірақ бізге уже новорожденный сыймайды. Потому что новорожденный 5 килограммға дейін. А тут мен М-касын алдым. Даже С-касын сыймайды шынымен. Вот смотрите. Мынау бізге енді ровно келеді. Прям по размеру екен. М-касы. Түнгі сағат 1-ден асып жатыр. Мен Шымкенттемін. Альхамдулилля, жетіп алдым, аман есен. Сторис ештеңе салған жоқпын. Тез шығып кеттік Алматыдан. Жұмыстарды бітірдік та. Қазір енді үйге кіріп, срочно ұйықтау керек. Азында ерте тұру керек. Мен бүгін бір күн ем қабылдамадым, білесіздер. Мен One Clinic орталығында емделіп жатқанымды алдым, қатты ауырып қалдым ғой. И көп адам жазып кетті, аягөз көзің кіртек қалыпты, ауырып жүрсің ба деп. Негізі я ауырып жүрмін. Ауырсам да әйтеуір шаруаларымды бітіруге тырысып жатырмын. Сол азында ерте больницаға бару керек, емді ары қарай жалғастыру керек. Барлықтарыңызға қайырлы түн, аман есен жеттім Шымкентке. Барлықтарыңызға қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Күшті боп, түнде ерте жатып ұйықтап. Кеше біз остеопаттан шыққаннан кейін үйге келдік. Өркен сразу жатып ұйықтап қалды. Мен баланың тамағын бердім, өзім шай ішіп алдым. Сонымен кухнямды тазалап, сағат 10-ға қарай жанды алып ұйықтап қалдық. Режимін восстанавливаю қайтадан. Сонымен